Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа жиі тағам жасап жалықсаңыздар, үй жағдайында ерекше бифштекс дайындайтын боламыз. Гречканы алдын ала жуып, тазалап, үстіне су құямыз және татымына қарай тұз салып, отқа қоямыз. Қатты қайнағаннан кейін баяу отта пісіретін боламыз. Келесі кезекте картопты турап, үстіне су құямыз, тұз салып қайнататын боламыз. Ал ендігі кезекте қызып тұрған табамызға сұйық май құямыз. Майымыз қызған кезде алдын ала жуып тазалап қойған күрішімізді 3-5 минут шамасында майымызға қуырып аламыз. Одан кейін үстіне су құямыз, тұз салып, қатты қайнаған соң баяу отта күрішімізді пісіріп алатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ал енді котлетімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін фаршымызға пиязды ұсақтап турап, немесе мен құса блендермен өткізіп қоссаңыздар да болады. Және татымына қарай тұз, бұрыш, кориандр және де панировочный сухари, яғни ұсақталған сухари және де жұмыртқа, содан кейін сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымыздың шетінен алып, котлеттің формасын жасап, ұнға аунатып, котлеттерімізді дайындап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, екі алақанымыздың көмегімен осындай котлеттің формасын жасап, осындай ыдысқа ұн салып алып, котлеттерімізді аунатып, тақтайға қоямыз. Бұл жерде котлетіміз оңай рецептпен дайындалады. Бифштексімізде осы котлетпен өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Барлық құрамын, яғни ингредиенттерді төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Мінеки барлық котлеттерімізді осылай дайындап алатын боламыз. Ал енді котлетті қуыратын майымыз қызғанша пюремізді дайындайтын боламыз. Ол үшін піскен картоптың үстіне сары май салып, картоп езгішпен жақсылап еземіз. Мінеки осымен өте дәмді болып шығатын пюреміз дайын. Енді табада қызып тұрған майымызға котлеттерімізді жақсылап екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Котлеттерімізді орташа отта қуыратын боламыз. Қатты қыздырып қуырсаңыздар, котлетіміз тез пісіп, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Жай қуырсаңыздар өте майлы болып кетеді. Сондықтан да орташа отта қуырып алыңыздар. Ал ендігі кезекте қызып тұрған майымыздың үстіне жұмыртқаларымызды салып қуырып алатын боламыз. Жұмыртқа қосу қоспау өз еркілеріңізде. Менің отбасым жақсы көретін болғандықтан мен жұмыртқа қостым. Ал енді гарниріміздің бетіне подлива дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған табадағы майымыздың үстіне пиязды ұсақтап турап қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қызара бастаған кезде сәбізді ұсақтап, сёрканың көмегімен өткізіп, жақсылап екеуін қуырамыз. Және де үстіне томат салып қуыратын боламыз. Томатты салған соң қызартып қуырамыз. Үстіне ұн салып, тағы да араластыра отырып, жақсылап қуыратын боламыз. Барлығын біркелкі етіп қуырып алғаннан кейін үстіне су құямыз. Татымына қарай тұз саламыз және де кез келген приправаны қоссаңыздар болады. Мен кептірілген аскөкті қостым. Суымыз қатты қайнағаннан кейін баяу отта жарты сағат шамасында қайнататын боламыз. Біздің подливамыз өте қою болу керек, сондықтан да жарты сағат 40 минут шамасында қайнатып алатын боламыз. Гарнирге дайындаған күрішіміз пісіп шықты. Мен осындай консервадағы жүгеріні қостым. Егер де сізде де болмаса, ол міндетті емес. Бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Дайын болған гарнирлерімізді тарелкаға саламыз, яғни күрішімізді, гречкамызды және де өте дәмді болып шыққан пюремізді саламыз. Бір шетіне жұмыртқамызды саламыз және котлеттерімізді орналастырамыз. Гарнирлеріміздің үстіне дайындап қойған подливамызды құямыз. Тамағымыз өте дәмді болып шығады. Осымен кешкі асымыз дайын. Жиі тағамдардан, яғни вермишель, палаулардан жалықсаңыздар, осы тамақты, яғни бифштексті дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай жасалатын тағам. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Баршамызға ас болсын.